Ассалаумағалейкум, көбілт айтатын жігіттер. Короче, мынандай проблема бәрінде де бар деп ойлаймын. Алып бір жыл 2 жыл айдағаннан кейін жаңағы температура қойдырғандар, температурасын білмей жүргендер температура қойған кезде біледі қаншаға көтеріліп жатқанын. 100-ден асып кетіп жатыр. 98-ден жоғары 107-ге дейін барып жатыр. Менде мына жерде мынандай проблема болған. Мынау пластмасс мына жерде озық шығаратын болтынан алдында капот еткен. Аққан біраз. Мен бұны тоқтаттым, басқадан салдым. Одан кейін кішкене доливка жасадым мынаған. Мына жерден сызыққа дейін доливка жасадым. Содан кейін менде су көтерілетін болып қалды. Содан кейін біраз жүрдім, сұрасам олай көтерілген болмайды, моторды қыздырасың дегеннен кейін помпаны нені ауыстыр дейді жаңағы. Термостатты ауыстыр дейді. Термостат мына жерде екен бұның. Жата қиын екен бұл термостатын ауыстыру. Осы термостатын ауыстырдым. 7 мың теңге алдым. Базардан алып, қаладан, Алматыдан. Что-то ол да өзгеріс берген жоқ. Короче, шұқыдым, екеуін шашып, жинап, шұқып болмағаннан кейін крышкадан көрдім. Крышканы интернеттен қарасам, крышканы ауыстырды. Крышканы ауыстырсам, ол да ешқандай өзгеріс берген жоқ. Короче, одан ары қызып мотор 107-ден түспей қойды. Содан не керек? Мынау ауыстырғаннан кейін жаңағы нені термостатты ауыстырғаннан кейін мына жерде воздух қалқап, мен антифризім ағызға ағады ғой антифриз. Сол кезде мынаның ішінде воздух қалыпты мына жерде. Мынаны ашу керек екен, мынаның воздухын шығару керек екен. Большинство біреулер антифризді ауыстырғаннан кейін мына жеріндегі воздухын шығармайды. Білмей қалатындар бар ғой енді. Сол кезде соны білдім да, мен бүгін полный бәрін салдым да, антифриз сливать етіп, жаңа антифриз алып, полный воздухын шығарып, мына жерде шлангысында менікі мынандай печканың жоғары жағында шлангы екеуі соединять етілген екен. Осы жерінен воздух шығардым құйып жатқан кезде. Воздухтың бәрін шығарғаннан кейін температура түсті. 98-де, 97-де вентилятор қосылған кезде температура түсіп, одан ары қарай жоғары көтерілмеді. Жоғары скоростта көтерілетін, менде жоғары скоростта көтерілген жоқ. Солай лайфхак жігіттер.